Сен жек көретін мұғалім, сен жек көретін пәннен саған баж, сен мынандайсың, сен анандайсың, сен ештеңе жетпейсің, сен былай деп жатыр. Сен не істейсің? Сен шыдамың жетпейді, сен сабырың жетпейді, сен аласың да сөз қайтарасың. Сенің мақсатың типа мұғалімді орнына қой, Қалай орнына қой, сен даже білмейсің. Ал мен білем. Ендеше бұны бүгінгі видеода айтатын боламыз. Бірақ айтпас бұрын, бұндай бір секретті айтпас бұрын, бұндай бір ключті айтпас бұрын, міндетті түрде каналға тіркеліп кет, лайк басып кет, комментарий жазып кет. Бұл жерде болашақ мұғалімнің арнасы. Ал мұғалім саған мұғалімді қалай орнына қою керек екенін айтады. Сонымен сен бұл видеоға обложкаға қарап, атына қарап, бұл видеоға кірдің. Ендеше құттықтаймын, бүгін саған сен жек көретін мұғалімнің қалай орнына қойып тастау керек екенін айтатын бол. Сонымен біріншіден адами қасиет. Осыны есте сақтап ал. Екіншіден, бұл қазақи дәстүр. Мен қазақ аудиториясына арнап жатқан видеом, сондықтан да қазақи видео. Қазақтар үлкендерді құрметтей берген, кішілерді сыйлай берген. Үлкендер бір ақыл айтса, үлкендер бір сын айтса, оны негізінде жақсы қабылдай білген, және де үлкендер де жақсы бір сын айта білген. Жарайды, саған жаман сын айтқан шығар, бірақ үлкендерді сыйлай берген қазақтар. Одан кейін адамгершілік қасиет. Адамгершілікте сабыр болу керек. Шынайы адам болғысы келетін адам, шынайы жақсы бір пенде болғысы келетін адам сабырлы болу керек. Сабырлы бола отыра, мына бір кітапта бар, қазір көрсетейін. Бұл кітапты сендерге біраз көрсеттім. Негізінде кемел адам кітабында айтылған, кемел адам болғысы келетін адам сынды көтере білу керек деп. Енді осыларды түсіне отырып, қандай қорытынды жасауға болады, қалай мұғалімді орнына қоюға болады. Егер де мұғалім саған, қайталап айтайын, егер де мұғалім саған баж деп отырса, онда сенің жауабын мұғалімді орнына қою үшін қандай болу керек? Сенің жауабын 0. Сенде жауап болмау керек. Сен просто тыңдауың керексің. Егер де шынымен де саған жақсы негізінде сыни бір ұрысса, онда оны көтере біліп, және де сол сынмен күресе біл. Ал егер де жаман болса, әрине адамдар кездеседі, әрине мұғалімдер кездеседі, әрине балалар да кездеседі. Онда жай ғана үндемей қой. Зачем саған үлкен адамға сөз қайтаруға? Зачем саған мұғалім деген профессияның адамына, мұғалім біле біліңіздер, мұғалім деген мамандық ешқашанда өлмейтін мамандық. Мұғалім деген мамандық иесіне осындай бір сөз қайтаруға? Зачем саған үлкен адамға сөз қайтаруға? Не үшін саған қазақтың салт дәстүрін бұзуға? Не үшін саған қазақтың әдет ғұрпын бұзуға? Не үшін саған адами қасиеттерді бұзуға? Сабырлығыңды сақта, және де сен бұл үшін болашақта көп нәрсеге иеленетін боласың. Негізінде сауап жағынан айтсақ, былайша айтқанда. Мұғалімді жалғыз орнына қоюдың жолы осы ғана. Басқа жол таппа, басқа жол іздемей ақ та қой. Және де бұл жерде мұғалім емес тек. Атынан саған ұрса ма, пожалуйста, үндемей ақ қой. Үлкендерден біреу саған ұрса ма, пожалуйста, үндемей ақ қой. Абай Құнанбайұлы айтады, мен өмірімде сөз түсінбейтін адамдардан жеңілемін дейді. Сен адаммен ұрысасың, адам ұрысып тұрған кезде, скорее всего, адам ұрысқан кезде ол ашуланғыш, яғни ашуланып болып тұрады. Ашуланшақ болған кезде адамның психологиясы оған сабыр бере алмайды, яғни оған қаншалықты ақыл айтқанмен оның бұл психологиясы оған шыдамайды, ол ақылды алуға, және де ол ақылмен тоқтауға өте сабырлы адамдар болмаса, Сондықтан да бұл жердегі бір білет керек маңызды нәрсе, бұл не надо оған ақыл айтуға. Сенмен ұрысып жатыр ма? Кез келген адам, мейлі мұғалім болсын, мейлі ата-анам болсын, мейлі басқа біреу болсын, ұрысып жатыр ма? Онда ол ұрысты соңына дейін апарудың қажеті жоқ. До конца бар. Сен ше, сен неге маған осыны айтты? Сен не істе, ал сен ше, не істеп отырсың? Маған қара, айтшы, не, деп. Жоқ, олай істеудің қажеті жоқ. Біреу саған ұрысып тұр ма? Басыла сал. Кейін ашуы тарқағаннан кейін бір жекеше қалып айтып отырарсың. Айтудың қажеті жоқ кейде.
мүлде істеудің де қажеті жоқ. Ұрысып жатсың ба, тоқтата сал осы. Мұғалімді басқаны және енді бас тақырып мұғалім ғой. Мұғалімді орнына қоюдың жалғыз жолы осы. Ендеше мұғалімді орнына қоюды тәсілін дұрыс таба біл, дәл осы жолды тап. Басқа жолды істен, онда сен кешір енді сөзіме. Ұрысып жүрме маған комментарияда, бірақ ақымақсың. Кешірім сұраймын, бірақ ақымақсың. Егер де мұғалімді орнына қоюдың басқа жолын іздеп жүрсең, себебі сен қоя алмайсың. Ендеше достар, кеттік, келесі видеоларда кездескенше. Бұл видео өте көңілді болды деп ойлаймын.